Өміріңді өзгерткің келсе, ойыңды өзгерт. Ойыңды өзгерту арқылы өміріңді өзгертесің деген тақырыпты қозғаған болатынбыз. Бұл негізінде Джо Диспензаның техникасы. Ол орыс тілінде болған, мен оны қазақ тілде, жалпақ тілде, өзім түсінген тілде сіздермен бөлісіп отырмын. Бүгін бізде 5-ші, 6-ші, 7-ші күндер. 5-ші, 6-ші, 7-ші күндер біз не істеуіміз керек? Өзің қалаған адамға айналып, ойыңша, өзің қалаған адамға айналып, осы өмірге қарай бастайсыз. Ол қияли бос әңгіме емес, менің басымнан өткізген, өзімнің басымнан өткізген нәрсемен, өзімнің өмірімде болған жағдайлармен үнемі бөлісем деп айтам сіздерге. Блогымда барлығы шынайы өзімнің өмірімнен алынған деп. Осы техникаларды өзімнің өмірімде қолдану арқылы жақсы жетістіктерге жеткен адам ретінде сіздермен бөлісіп отырмын. 5-ші, 6-ші, 7-ші күндер өзіңіз қалаған адамға айналып, солай осы өмірге қарай бастайсыз. Сол адамның көзқарасымен өзіңіздің қалаған адамыңыз, келешекте сіздің қалаған адамыңыз қандай болатын еді? Қандай болатын еді? Ол өте сабырлы болатын еді, мүмкін ақылды болатын еді, мүмкін білімді болатын еді. Сол адамға айналып, өзіңізбен сөйлесе бастайсыз. Мен сол адаммын деп өзіңізді соған сендіре бастайсыз. Одан кейін ол өзіңді алдау емес, ол өзіңді сендіру. Сенің өзгеріп келе жатқаныңа, жақсы адамға айналып келе жатқаныңа өзіңді сендіру. Мысалы, сіз бір сәтке ойланып қараңызшы. Сіздің келешектегі версияңыз, өзіңіздің жаңа версияңызда алдыңыздағы адам, ол қандай болатын еді? Өмірінде проблема болса шеше алатын, қандай да бір қиыншылықтан шыға алатын, барлық жерде келісімге келе алатын, мәмілеге келе алатын адам болатын еді. Сол адам болып ойлана бастап, сол адам болып іс-әрекет жасай бастау, ол сол адамға айнала бастау деген сөз. Ақырын сол адамға айналасы деген сөзді. Содан кейін айта кететін жағдай. Мысалға, сіз өскен жеріңіз болуы мүмкін да, жеткен жетістіктеріңіз бар болған болуы мүмкін. Кішкентай жетістіктерді көрмеу арқылы өспейтін адамдар бар да, өкінішке орай. Мысалға, сіз қазір өзіңізді осы уақытқа шейін жазғыра бергенше, өткен кінәларыңыз үшін, қателіктеріңіз үшін жазғыра бергеніңізше, өзіңізге рахмет айтыңыз. Осы реальностьта қазір осы уақытқа дейін мені алып келгенің үшін, осы жерге жеткізгенің үшін саған рахмет айтам. Осындай жетістікке жеткенім үшін рахмет айтам. Осы өмірге қол жеткізгенім үшін рахмет айтам деп өзіңізге алғыс айта бастаңыз. Одан кейін айта кететін жағдай, өзіңізбен келісімге келіңіз. Келісімге келу арқылы өсетіңізге, өзгеретіңізге, өзіңізге сеніңіз. Соған сену арқылы сіз жаңа версияңызға, жаңа адамға айнала бастайсыз. Неге десеңіз, бұрынғы негатив, стресс сізде жоғалады. Бұрынғы өзіңізге деген негатив жоқ, стресс жоқ, сіз жаңа адамға айнала бастайсыз. Өзіңізді жазғырмайтын, жазаламайтын, ұрыспайтын, кінәламайтын адамға айналасыз. Сол арқылы өсе бастайсыз. Осылай жасаңыздар, сау болыңыздар.